Қайырлы күн, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін осындай керемет қолдан кеспе көже жасайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осындай дәмді, керемет болып шығатын кеспе көжені дайындау үшін бізге керекті заттар барлығын уақыт алмау үшін турап алдым. Етті, картошка, пияз, перец, барлығын сәбіз. Керегінше турайсыздар. Осылай етті қызып тұрған майға салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қызарғанша қойып қоямыз, бетін жауып. Ет қуырылам дегенше мен қамырын илеп тастайын дедім. Алдын ала илеп қойсаңыздар, өте демалып, күшті болып шығады. Қаттырақ илесеңіздер, жақсы жайылатын болады. Бір жұмыртқа, тұз, бір шай қасық, барлығын жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды қосып, керегінше қосасыздар. Осылай жақсылап араластырып аламыз бірінші. Қараңыздар, жақсы қайтара илесеңіздер, негізі қамыр керемет болып шығатын болады. Жайылғанда да ешқандай шеттері желбіреп, жыртылып қалмайтын болады. Осылай бір 5-10 минутқа демалдырып қойып қоясыздар. Мінекей мен оған шейін етім қуырылып, қызарыпты. Оның үстінен пиязымызды қосып, тағы да бір 3 минутта қуырып аламыз қызарғанша. Себебі пиязды жақсылап қуырсаңыздар, дәмі ерекше болып шығады тамақтың. Одан кейін барып тәтті бұрышымыз, яғни перецті, помидорды және де сәбізімізді қосып, тағы да жақсылап араластырып, бір 3 минут, 5 минутқа қойып қоясыздар. Бұқтырып қойып қоясыздар. Жақсылап қызарғанша қуырылғаны дұрыс, себебі сәбіз, тәтті бұрыш барлығы қызарып қуырылса, дәмі өте ерекше болып шығады. Бұл сорпаның ең соңында осы томат пастасын қосамыз, жақсылап араластырамыз. Ол міндетті емес, томат пастасын орнына паприка қоссаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз. Енді осылай араластырып, қуырылғаннан кейін барып суымызды құямыз. Қайнап тұрған су құям мен. Сіздер енді салқын су құйсаңыздар да болады. Осылай 3 ужа құйдым, жақсылап қойып қойдым қайнағанша. Енді қамырымызға кірісеміз. Қамырымызды жақсылап жұқалап жайып аламыз. 4-7 осылай баса отырып, жұқалап жаятын боласыздар. Осылай маған ыңғайлы, себебі 4 жағын жақсылап дөңгелетіп алсаңыздар, әрі қарай қорықпасаңыздар да болады. Қамырларыңыз өте дөңгелек болып шығады. Ұнды себе отыра осылай жаятын боламыз. Ұнды көбірек сепсеңіздер, жабыспайтын болады. Қатты қағылып жібермеңіздер. Орташа қалыңдықта болса, кеспе көжелеріңіз күшті болып шығатын болады. Қатты жұқалап жіберсеңіз, езіліп, ботқа болып қалады тамақтарыңыз. Мен осылай осынша етіп жақсылап жайып алдым. Енді ортасына ұнды жақсылай сеуіп кесетін боламыз. Кескен кезде енді өз қалауларыңызбен кессеңіздер болады. Жұқалап болсын, үлкен кеспе ретінде турасаңыздар да кессеңіздер де болады. Тағы бір рет жайып, енді жақсылап ортасына ұнды көбірек саласыздар. Қараңыздар видеодағыдай. Ол себебі орталары жабыспай кесілетін болады. Енді оқтауды осылай жиырып алып алсаңыздар да болады, немесе ортасынан кесіп, осылай 4 бөлікке бөліп те кессеңіздер болады. Маған осылай ыңғайлы, осылай жұқа жіңішке қылдым, себебі жұқа болған өте керемет күшті болып шығады. Жақсылап кесіп алдым, достар. Менің каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Кеспе көжені сіздер қалай жасайсыздар, бөлісе отырыңыздар ойларыңызбен. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп подписаться және де жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта керемет осындай
қолжетімді тағамдар мен тәттілердің рецепттерін менің каналымнан таба аласыздар. Осылай кесіп дайындап, бір 5 минутқа кепкенше қойып қоясыздар, жайып орталарын ашып. Қараңыздар, енді дайын болды. Дайын болған сорпамызға картошкамызды қосып тағы да қайнатамыз бір 5-10 минут. Дәмдеуіш, дәміне қарай приправаларыңызды қосасыздар. Енді кеспе көжемізді салатын боламыз. Мен салдым. Неге қараңыздар, осылай салып, жақсылап араластырып, 1-2 қайнағаннан кейін ала берсеңіздер болады, себебі жұқа қамыр езіліп кетуі мүмкін. Қараңыздар, дайын болды тамағымыз, кеспе көжеміз. Осылай шықты, өте дәмді, керемет. Отбасыма осы қолдың кеспе көжесі өте қатты ұнайды, сондықтан арасында қуырмаш жей бергенше осындай сұйық тамақта істеп тұрамыз. Бізге ас болсын, ал сіздер де осылай кеспе көжені менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.